Оралу пьесасының премьерасында көргенімізге өте қуаныштымыз. 12 сыныптардың жалпы драма бөлімі аяқтап, соның қорытындысы ретінде осы қойылымды қойып жатыр. Біздің арамызда қазір Мұхтар Әуезов атындағы академиялық драма театрының жалпы эстетикалық бөлімін басқаратын Әлия Бөкежанова апайымыз. Осылардың талабына бағалау беру үшін арамызға келіп отыр екен. Екінші жағынан осы Оралу премьера пьесасының авторы, сценарист. Енді 2000-мен мақтана бермейсің ғой, менің көріп қаласың деп мақтанатын бауырым Салтанат Найхан. Пьесаларымызда ең алғаш болып қаламына сиясы етпей жатып 2 жыл бұрын болған еді. Бірақ ол кезде Бөкен деп аталды. Қазір оның аты өзгеріп, Оралу деп аталып, жөнделіп, әлі де пісіп, жақсарып, соңғы рет осы тәуелсіздікке орай өткізілген республикалық жарыста бәйгелі орын алып, 30-ты болған пьесалардың бірі. Осы пьеса. Ал енді сіздерге сұрақ болады, не үшін Бөтен деп аталды, не үшін Оралу деп өзгерді. Мен үшін екеуі де қызық, екеуі де осы мәнін ашатын пьесаның тақырып. Ал көріңіздер, баға беріңіздер. Оғанда тамақ керек. Сен шырылдаппай үйреншесің бе? Күні бойы көзіледі. Омыраға түсіп, мұна мені анасын тамақтандыру керек шығар. Жас түрде тамақ жемегенде міне 2 күн болды. Аштан өмірі жетіп болсам. Өзімде өйніп салдар енжім. Бірде барма деп жатқан. Сен аман жүршетші. Ана жолы қайын кештің өмісі, ағашын сортан kesіп жатып құлап кетіпті. Сен алындан аман жүршетші. Түркиядегі дәрігердің айтқан дәрісін сұрап, өзіне кетеді. Болып қалар. Бөлмейміз. Ашық жатқан тексіз емес. Құдай сақтасын, ашық кейін ал. Айтпаш, ертең бастықтан бір қап бидай алатын болдым. Ертеңге бір шыдайтын шығарсың бе? Анда сенде шыдайтын. Ертең келді, мен де істей аламын. Менің де қарным аш. Сенмен бірге жұмысқа барып. Ойбай балам, бармайсың. Сен қызың деймін деп. Бұл баланы өзің емейсің. Әкесіне тақса өлмейсің. Бергеш бол. Бала, сенің атың бізге арман болған дейсің. Жоқ әкем. Қане балам, айшы, қайда болды? 1988. Қайда тұр? Мам, қайда тұр? Желтоқсан айында. Желтоқсан. Неше сен мамасы? 16 желтоқсан. Ол қандай күн? Тәуелсіздік күні. Жарайсың. Айтпақ шығасың. Ана көтешінің қалтасында қағаз орауын зат береді. Сізге тамақ алып келіп ұмытып отырмысың? Қайда тамақ? Тамақтан басқа алдың сөз сөйледі бар. Әке, бұл не? Бүгін жұмыстан қолым босағанда жауырын сүйреген ойып жасаған бұл тұмаша. Әкеңнің сендерге деген қолтаңбасы. Мынау сағыз. Мынау қызымыз шамшырақта. Әкесің саған жарыстың қалған қалай? Әкеңнің ғана деткен ұмағын жоғалтпайша. Жоғалтайын екен, өзіміз білесің. Олға, бүгінге осыда жетір. Жетсақ. Жүр бол. Жоқ, мүмкін емес. Тұрқақ бидай. Мам? Тұрқақ бидай. Мам, дұрысы шамшырақ жауып жатыр, мам. Мам, қалдашқан ғой деймін. Қолдарым бүгін аналар қатты алып жатыр. Шамшырағыма қарашы. Бір тамшы суыңызға тамашы. О, әкем келді. Кеше тұрқақ бидай алып келдім деп еді ғой, қалай көтеріп келді екен? Сен асқар емессің бе? Алмасың бекерге жұмыс істейтін. Жүрісің не дейсің? Жеке. Алмасың бек не болды? Не болды деп саған? Болған іске
керек болыңыз. Қайдағы менің тіпті мұны алмаспен не болды? Айтшы. Маған не болды? Әкем қайда? Жұмыста арқан шыдамады. Жоқ, мүмкін емес. Алмасын түрмейді саған. Бауырымыздан әлі жоқ. Жеңгей! 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 Мама, тұршы, Қалай біріненсің бе? Не болған екен? Әуелі әкесі орманда жалданып жүріп тереңден құлап кетіпті. Жарақат ауыр болған ашамасы больницаға жетпей қайтыс болған екен. Ал анасына не болған? Жоқ. Бізге қабылданған Арманмен бірге оның кішкентай құндақтағы сәбиі болыпты. Ондай анамызы. О балай, трагедия. Екі сәбиін кімге тастап кетті десеңші. Алматыда туыстары бар екен. Кішкене сәбиін солар өздерімен бірге алып кетті. Қазақтың Қаракөз жетімі өткендегі қыз аты не? Іңкәр. Мынау баланың аты не? Арман. Арман. Ертең тағы біреу көбейіп кетпесін. Обай, қойыңыз олай демеңіз. Апайға толып қалсақ қайтеміз? Біздің қашып кеткенімізді білсе, ұстады ғой, тіпті жаза қолданып сенің бөлмеңді ойнап қойып болмасыншы? Жоқ, баяндама. Біздің апайлар жақсы адамдар ғой, өте мейірімді кісілер. Ең болмаса, терезенің есігіне кете саламын. Иә, екеуміз бірге болсақ, ұстап қалсақ та көріп қойдық. Негізі, осы балалар үйі менің үйімде, әке-шешемде, досымды. Осы балалар үйі. Айтпақшы өткенде директор апаймен тәрбиешіміздің әңгімесін естіп қалдым. Айгүл апай бесақ деген ғой, әке-шешесі шығып қалды. Ол кісі үлкен ғой. Жоқ, оның тіпті күйеуі де, баласы да жоқ екен. Аман, Ау, осы біз өскен кезде үйренеміз ба? қойшы, ұят қой. Апай білесіз қойса ұрсады ғой. Өскен кезде дедім ғой. Енді оны өскен кезде саған мен айтқым керек қой. Маған әкем айтқан, бірінші болып ер адам істеу керек барлығын деп. Мен әкем сияқты үлкен маман етіп атанып, сен алып кетсең ғой сол жерден. Арман, іңкәр. Директор ханым, не болды ғой? Ашулысыз ғой. Ай, қаулымды айтам, қаулымды. Иә? Сол ашуыма. Өткендегі қабылданған қаулымды айтам. Қазір қайда? По принятию указа 7 июня 1990 года гражданам зарубежных стран разрешено проектное воспитание ребенка. С нашего государства. Қоғамдамай тұра тұршы. Директор ханым, ол қаулының қабылданғанына 5 айдан асты ғой. 5 ай өткеннен кейін мына мезгілсіз ашуыңыздың себебін түсінбедім. Сол қаулы орындалып бізге жетіп жатыр. Ай, кәпірлер, құдайсыздарға 70 жыл құл болғанымыз аз еді. Анау жақында тұрған орыс емес, атаң айтпақшы теңіздің арғы жағынан әміркандықтар келе жатыр. Оларда не, өздерінде асырап алатын бала жоқ па? Бермейік. Жаңа әкімшіліктің облыстан хабарласты. Жіберіп отырған өзіміздің әкімшілік. Айтып алып жатқанша келіп қалды ғой. Сен бара бер. Жақсы. Добрый день, Оспаналиева Айнур. Вы директор дома? Да, менің. Меня зовут Берик, уважаемый директор. Қайырлы күн, уважаемый, өзің қазақпысың, сынық көңіл жетімдерді басқаруды уважение болып па? Да, то есть мен қазақпын,
Мына кісілердің аудармашысы боламын. Ендеше қазақша сөйле дейсіз. Айып етпеңіз. Жұмыс барысымен үйреніп қалғанбыз. Онда таныстыр мына қонақтарыңды. Түй, қайда қонақ, қозысыз қойлар, жоғана. Мына кісілер Америкадан келген. Адриан және оның жұбайы Мариса ханым. Айгүл, бері келші. Ау, я. Мына қонақтарды әрбір баланың бөлмесіне апар. Жеке таныстыр. Ешбір бір бала қалмасын. Ал мына кісі жандарыңда тілді аударып жүреді. Нені аударып? Өй, тілді айттым ғой. Ағылшын тілінен қазақ тіліне. Ағылшынша біліп туып пең? Я. Ой, ханым. Шетелдерін алдарды базар етпеңізші. Жақсы, тұрыңыздар. Let's go for this person. She will introduce us with children. Сонымен асырап алатын бала табылды ма, әлде табылмады? Табылды, директор мырза. Директор ханым, ол баланы асырап алуды мақсат еткендіктен табуға да қиынға түспеді. Ол балалар оның ішінде қазақ балалары аз екен. Sorry, we decided to adopt a child called Armand. We liked him because he was very calm and clever boy. Біз Арман деген баланы асырап алатын болдық. Өте парасатты екен. Бізге өте қатты ұнады дейді. Құдай-ау, мына заман не болып тұр? Мына жат желіктердің айтып тұрғаны рас па? Рас болғанда қандай? Рас? Қазақ баласын асырап алғысы келеді екен. Арманнан басқа кімді таңдасын? Бұл екі баланы ажыратуға болмайды деп құрғап қолпаштағаның осы ма? Апай, мен өзім кестім. Сен балам... Түй, баласың ғой. Ертең ер жеткенде бір-біріңді сағынбайсыңдар ма? Іңкәр екеуің қатты дос емессіңдер ме? Кете берсін. Өскен кезде үлкен маман үйі сатанып, мені келіп алып кетеді. Ай, баласыңдар ғой, бала. Қайтен, ештеңе де білмейсіңдер. Ертең ол өсіп жетейін дегенше, жігіт болам дегенше. Қаншама жылдар. Ертең сағынсаң қайтырсың. Шыдай аласың ба? Сағынбаймын, шыдаймын апай. Make sure to yourself. She said that this child will be your son. Perfect. Әні бастау. Қой алар қызым, жылама. Қой, жаманырын бастамақ қой. Сөзші, сен уайымдамашы. Сені өскенде келіп алып кетемін ғой. Үлкен маман есі боламын, ол жақта білім жақсы дейді апайлар. Сен уайымдама, мені күт. Сені келіп алып кетемін. Баша жарайды. Ұмытпаймын. Арман, бол, жылама. Жат жерге кетіп жатқан жалғыз сен емес. Қазақтың ұлы, қазақтың ұрпағы әлсіз екен демес. Сен әлі ер жетесің. Қазақстанға әлі де ораласың. Жылама. Don't worry. We will look after you very good. Don't cry. Well, I knew mother. I will be your father. Іңкәр, Остановился вашего посадку в аэропорту Шереметьево-терминал Д. Московское время 18 часов 12 минут. Мы зарабатываем гиды номер 30. Ремень безопасности должен быть застегнут до включения работы техники ремня. Отойдите, пожалуйста.
деген бір періште емеспісің е? Күліңдер. Ей, бұл не? Қамбысың сен? Есің дұрыс па? Кешір шықпай қалады. Қыздар жігіттер кешіріңдер. Бүгін өзім бір түрлі болып тұрмын. Ойыма көп нәрсе түскендіктен бе екем шығарып тұр. Кешіріңдер достар. Бұған не болған? Бұрын мұндай емес едім ғой. Атаның қазақтың. Немене, қазақтың есіңе түскетті ма? Қазақтың есіңе түскетті. Не ұлтап тұрсың сен? Мұңбаған? Болды қойыңдаршы. Біздің әлемде штаттағы барлық адамдар өмір сүріп жатыр. Оған бұл үйретілер жоқ. Адам қайда барса да адам емес пе? Қазақ деген немене? Ондай адам бар ма? Немене? Жалба аузыңды арсыз. Арсыз деген ұғым жоқ қазіргі қоғамда. Не болжырап тұрсың? Немене, қазақ деген неге алсың ба? Кім ол қазақ деген? Жер бетінде ондай адам бар ма жоқ па? Әлі сен соларға қалай жетінсің ба? Сен өзіңе қарап ал. Мына жетіп келейін деген екен. Қазақ дейсің. Қазақ ұлы халық болса сен неғып Америкада жүрсің, а? Не әкең жоқ, не анаң жоқ. Әлі келмей сен қалай кеткен шығарсың? Сен! Мен әке шешеме тіл тигізуші болма. Олар өз ұрпақтары үшін жақын деген адамдар. Қазақтарда тым болмаса тарих, тамыр бар. Ал сендер Америка. Шын шайтанға бодансыңдар. Міне мынаған құлсыңдар. Мынаған бодансыңдар. Мына менде. Мынаның есі дұрыс емес, қазақпын деп туылдым деп. Енді өкініп отыр ғой, сен қазақта емес шығарсың. Немене? Хайуан, мен қазақпын. Әлемдегі ең ұлы халықтың баласымын. Түсінесің бе? Қазақпын мен. Қазақпын. Сенің атыңды Арман қойдың, білесің бе? Жоқ әке. Қай жылы туылдың, соны айтшы. 1988 жыл. Жарайсың. Қай айда? Желтоқсан айында. Нешінші желтоқсан еді мамасы? 16 желтоқсан. Ол қандай күн? Тәуелсіздік күні. Жарайсың балам, жарайсың. Мұның бәрін қайдан біліп алды екен? Мамам үйреткен еді. Арман, сенен бір нәрсе сұрайыншы? Сұра. Біз өскенде үйленеміз ба? Ой, жат болады, айтпа олай. Апа нәресті қойса ұрсады ғой. Енді өскенсің дедім ғой. Мына жердің тілін деген екен. Қазақ дейсің. Қазақ ұлы халық болса сен неғып Америкада жүрсің, а? Жоқ, мен қазақпын. Мен ешкім тастап кеткен жоқ. Жоқ. Арман, не болды? Тыныштық па? Саған өшен иттерін бешіп бердің бе? Олар сен тең емес деп айттым ғой саған. Жоқ, бәрі дұрыс. Тең дейсің бе? Олар маған нашы шындықты бетіме. Әлде біреулер өткен өмірің жайлы бірдеңе деді ме? Соңғы кездері біртүрлі болып жүрсің ғой. Мүмкін бір психолог жасап? Жоқ, бәрі дұрыс дедім ғой. Мазалай емеңдерші. Есім дұрыс дейсің. Онда мен қазағым не? Немене? Өтірік пе? Сен қазақ емессің, сен американдықсың. Жоқ, өтірік, мен қазақ. Мына мен американдықпын. Яғни сен де американдықсың. Сен Американың азамат етіп өсірдің. Осы мемлекетке өлгенше қызмет етесің. Тура мен сияқты. Менің қаным қазақ екен. Осы елде тумай, сырттан келген барлық негр өздері негрміз. Қытайлар қытаймыз. Орыстар орыспыз дейді. Солардың аузына мына сен қақпақ бола аласың ба? Олар кез келген уақытта өздерінің отандарына қайтып оралады. Мына сен американдықсың, ал мен қайда барсам да қазақпын. Андрей, тиіспеш балаға. Ашусыз сөйлейікші. Оңбаған, Арман, мен сен осы әлемдегі ең бақытты балалар қатарына қасып қосып өсірсем, басындағы ең үлкен фирманы беріп астыңа ең қымбат машина отырғыздым. Соған бәріне айтқан рахметім осы ма? Оңбаған, нағыз тексіз ит екенсің. Жоқ, қателесесің, құрметті Аділе мырза. Керісінше, бұл менің тектілігім шығар. Одан да бір ана Қытай баланы асырап алсаңыз дұрыс болушы еді. Көптіліктері сондай, туатын жер таппай жүрген солардың біреусі болса да, мына үйіңізді толтырушы еді. Ақымақ болыппын. Кезінде сонда сендердің аттарынан ермей, ана жемханада қалуым керек еді. Әлі өкінемін. Туғар, болды. Осы өлтіргенің де жетер. Сенің қазақтығына біз кедергі келтірдік пе? Сол жылы өзімен бірге қаншама қазақ кітабына қалып келдік. Оқыдың, әлі де оқып жүрсің.
Біз қарсы болдық па? Айтшы Арман. Қазақшаңды үйреніп, қазақшаңды ұмытпай, әлі де сөйлеп жүрсің. Біз дедік пе саған, Арман? Бірлет, мама, әке деп айттың ма сен? Тас жүрек. Кешіріңдер. Шыдайын. Сол бір кездер әлі көз алдым. Сонда неге сендер менің әке шешем жоқ деп те сұрамадыңдар? Күндіз ойымнан, түнде түсімнен кетпейді. Сендерге әке шеше деп қалай айтам? Мына көкірегімде өз әке шешемді арқалап жүрсем. Білерім, мына екеуіңе рахмет. Маған жақсы қарадыңдар. Мені қалай жақсы көретіндеріңді білем. Сезем, сездіре білдіңдер. Қайтем енді? Мына лас қоғам, мына жалған өмір, бұның бәрі маған жат дүние сияқты түсінесіңдер ме? Білмеймін, менің қалағаным басқа бір неге сияқты. Мына Америка қаншалықты кең жер болса да соншалық тар, қаншалық бай болса да соншалық кедей. Білмеймін, бір дүниеге мұқтаж боламын да жүрем. Достарым қаншалық көп болса да жалғыз сезінем өзімді. Түсінесіңдер ме, кейде мына төрт қабырға құдды бір түрме сияқты елестейді. Түсініңдерші, мен сендердің де балаларым болып қала берем. Оған сендер әбден лайықсыңдар. Мына айналып келгенде түбі мына мен лайық емеспін бе деп қорқам, түсінесіңдер ме? Қайтейін енді, сондағы сағыныш, сондағы арман, өткен өмір өшпейді екен. Мен сендер үшін тым текті, әрі де тым тексіз екен. Оңал! Кет үйді! Өзіме көрінуші болма! Арман, қалайсың? Арман деймін? Арман. Мэй, кештің ғой, жүріп уақтасың. Не болды? Қайда сұқтың? Түрің бұзылып кетіпті ғой? Мэри, мен бәріне қол сілтедім. Жүр. Кім кімге қол сілтемей жатыр? Не болды? Неге қол сілтедің? Ей, Мэри, Америкаға қол сілтедім. Америкаға? Америка сенен бұрын қол сілтеп қойған. Өзің айтпақшы бәріне қол сілтеген. Керек десең өзіне өзі қол сілтеген. Мына сөзің айланып келгенде қорқынышты екен. Неден қорқамыз, Мэри? Кімнен қорқамыз? Әркім өз үшін жауап беру керек мына қоғамда. Қай елдің, қай ұлттың азаматы болса да, оны да өзі біледі. Ал біз екеуміз, Мэри, қазақпыз. Неге үндемейсің, Мэри? Өтірік пе? Я, өтірік емес. Мен қазақпын, әсілі Қазақстаннамын. Бірақ сол Қазақстан мен үшін бір үлкен жетімхана іспеттес. Мен де жетіммін, сен де жетімсің. Асырандымыз. Америкада мен танитын қазақтардың бәрі жетім. Сол үшін Қазақстан маған бір қараңғылық. Жоқ, Мэри, сен олай емес. Сен дұрыс емес ойлайсың. Сен мұны Американы қалай жарық дүние деп айтасың? Не бір бас кесер, не бір сұмдық оқиғалар болып жатқан жерді. Мына сенің өміріңді ана көшедегі итке де бермесін. Әкең түр анау асырап алған. Күнде арақ ішіп, мас болып, наркоман болып кеткен. Қаншама рет әкем мені деп, қаншама рет зорлық жеді мұнда. Я, солай. Анаңды айтпай қояйын. Одан да қаншама рет зәбір көрдің. Соның бәрінен білесің бе, Мэри, сен тазалыққа тартып тұрған не? Мына сенің бойындағы қазақтың ғана, Мэри. Түсінесің бе? Не үшін бетіме басасың енді? Сенің ата-анаң қандай керемет жандар. Сені қалай тәрбиеледі, өсірді. Байлық десе байлық, дос жаран, қыз десе қырылып артыңнан жүгіреді. Не жетпейді саған осы? Одан, Мэри, одан жоқ менде. Сен кішкентай сәби күнінде кетсең, сенің ештеңе болған жоқ. Ал менің есімде, бәрі менің есімде. Анам, әкем, анамнан қалған жалғыз аманатым қарындасым еді. Ол борышымды әлі өтемедім. Қарындасымның не тірі, не өлі екен білмеймін, түсінесің бе мен? Ал іңкәрші. Іңкәр менің балалық махаббатым ғой. Сарылып күткеніне міне 13 жыл oldu Мэри. Мына сағыныш деген санамды сарғайтып,
сағымды сындырмай тұрғанда кетуім керек Мэри. Арман, сенің іңкәр мені әлі күтіп жүр дегеніңнің өзі күлкілі. Ол сенің не барыңды, не жоғыңды да білмейді ғой? Иә, рас. Мэри, екеуміз танысқан күннен бастап сен маған туған қарындасым естідің. Білмеймін, не екенін, бірақ саған бір тартылыс күші тартты. Маған ғашық болып қалдым демеш, іңкәр жылап жүр тағы. Жоқ, Мэри, ондай сезім емес. Білмеймін, саған қамқор болғым келеді. Сені мына жерде жалғыз тастағым келмейді. Кетемін деп жаным ашқанады. Соңына дейін тыңдашы, сөзімді бөле бермесеші. Созбақтай бермей, тез айтшы өзі. Шаршатып жібердің ғой? Мэри, түсінемісің? Қазір мен үшін сенен артық жан жоқ. Сен менің ең жақынымсың. Ал менің мына жерде кетуім керек. Мен кететін уақытым келді ме? Кетемін де. Дұрыс. Кет. Қазақстанға барғанда менің өмірге әкелген екі қазақты көрсең, сәлем айт. Қызың рахмет айтып жатыр. Бақытты екен де. Сен ол жаққа маған қарағанда тез сіңісесің ғой, үйреніп кетерсің. Ол жақта іңкәр, бұл жақта мен ұмытпаймын сені. Бақытты бол, жолың болсын. Жек көреміз бәрін, қазақтар. Қарындасым мен, сені бұл жерге мен қоштасу үшін шақырғаным жоқ. Жүр менімен кет Қазақстанға, отанымызға оралайық. Білмеймін, Арман, мен қорқамын. Неден қорқасың, Мэри? Қорықпа ештеңе. Мен саған қамқор боламын. Менің қорқатыным, бұл өмірде сенен басқа сенер адамым қалмады. Сенен айырылсам, не істерімді білмеймін. Қорықпа, Мэри. Алдымызда қорқатын ештеңе жоқ. Қазақстанда бәрі жақсы болады. Сен маған. Тәуекел, ердім соңыңнан. Алақай! Қазақстан! Күт бізді! Ұландарың отанына оралады. Мен апай, мен деген. Алматыдан тұңшығым ем. Кеш болып кетті. Кешіріңізші апай. Айгүл апай, еш атыңызшы. Сәлем сәлем апай. Мен қоямын, танымадыңыз ба? Айгүл апай. Арман болсам қайтейін енді? Білім бірақ болған өзі қандай қазақсың? Айгүл апай, осындай болған. Кішкентай кезде іңкәр екеуміз. Арман, жаным, бәсе айналайын, құлыншақ. Сол кездегі іңкәр екеуміз орындан бір төбе екенмін. Апай іңкәр екеуміз. Екеумізді қатты көп ойлаймын. Қайда ол апай іңкәр? Іңкәр қайда? Кетті ғой. Іңкәр! Мен келдім, іңкәр, қайдасың? Іңкәр! Апай, іңкәр қайда? Іңкәрдің төсегі, менің төсегім. Бәрі өз орнында ғой, апай. Тағдырдың басқа салғаны өзгермейтін қағида болса, біз не істей аламыз? Киім дүниеге сыймай кетті ғой. Сыймаған несі? Қандай киім дүние, апай? Іңкәр дүниеге сыймандай шкаф шықтайсың кетті. Қайда апай? Саған кетерінде тастап кеткенмен өзім оқуға дәтім бармады. Арманды жалғыз қалдырайық. Арман, асыл. Бұл хатты оқып отырсам, мен арманыма жеттім. Сенің бір хабарың келер деп, сан жыл сарылып күттім. Өзімді іздеп сұрамаған жерім жоқ. Терек ұшырата алмадым. Қандай азамат болдым екен? Көз алдымда ең соңғы рет іңкәр мен сені сүйемін деп, екі шет елдіктің жетегінде кетіп бара жатқан мүсін қалыпты. Әлі көз алдымда. Сол сәттен бастап менің өмірім құртынға кетті. Түбі жоқ құдыққа құлап кеткендеймін. Сен келіп шығарып алар деуші, бір-біріміздің тағдырымыз жұмбаққа айналды Арман. Талай күндерім сені сағынып, жылаумен өтті. Сары ала кенет болған төсегімдегі жастығым куә. Баяғы бақшадағыдай, я үйленеміз іңкәр деп келіп қалатындай, көз алдымда елес өмірге айналдым.
Жарайды, оны қойшы. Сабағымды жақсы оқып аяқтадым. Есейе келе, өмір аязы қыр арқамнан шегедей қадалды. 18-тен 19 жасқа аяқ басқанымда жетімханадан кетуіме тура келді. Амал не, сенімен бірге қол ұстасып бірге шыға алмадым. Алдым қорқыныш үрейге толы еді. Кеткенде қимай жылаған қалың жетім көздердің көз анадай болған апайларымды әрең қиып кетті. Нағыз жетімдік жетімхананың сыртында екен, сыртында. Бір таныс құрбылармен квартира жалдап тұрдық. Істемеген жұмысым, қақпаған есігім жоқ. Арқа сүйер жанашырым болмаған соң, тек жылай береді екенсің. Осылай жеңілденемін де желпінемін, қайта тұрамын. Бір күні бір байдың баласына қатышы болып жалдандым. Жетім екенімді білгеннен бе, тым мейірсіз қатал болды. Ары қалай жасарымды білмеймін, өте ауыр болман. Ол маған бар документімді тартып алып, басқа бір үйде күн қуып ұстады. Күнде. Өмірімді осылай құртты. Үйіне қамап қойды. Дәрменсіз күйге түсті. Жетімханамды қатты сағынып, анасын өмірге қарғыс алатынды. Бір сауырым ашылмады ғой арманым. Алғаш етегім ашылып, абыройым төгілген сәтте сенен мәңгі күтерімді үздім. Кешір жүрмін. Сенің бетіне қалай қараймын? Өмірдің мәні, өмірге деген махаббатым, арман тілегім, қайратым, бәрі ағып түсті. Бойында жаны бар демесең, адам кейпім жоқ. Не үшін кінәлім, нені қате істедім, тәңірге аян. Шыбын жан, шырылдауық, талай өзімді өзім өлтіре алмай шашымды жұлдым. Мүмкін сен сияқты асыранды болып кетсем, бәрі басқаша болар еді. Бәлкім баған әбден істерін істеген соң, мені адам саудасымен айналысатын хайуандардың қолына өткізіп жіберді ме, сатып жіберді ме. Тірі өліктердің арасына тап болдым. Енді тартынудың, талпынудың бекер екендігін ұғып осы хатты жазып отырмын. Көз жасын тоқтауды қойған, ағыздалған жазулар үшін ренжімей. Сенімен мына өмірмен мәңгі қоштасып отырған жайым. Жетімхана өшкен үйімнен осы хатты тауып алған күні мені бұл өмірден іздемей, сені бақидан өтемін. Бәріңізге рахмет. Рахмет екен. Және біздің ерекше қонақтар осы пьесаның авторы Салтанат Найхан бауырымыз. Және үлкен көмек көрсетіп жүрген, қолдап жүрген, дамытып жүрген, таратып жүрген Әлия Бөкежанова апайымыз бар.
басқасына келген директорымыз бар. Сізден бастасақ сөзді. Және сіз өзіңіз қонақтарыңызға сөз беріп отырсыз. Балаларымызға рахмет. Жақсы әсер алдық, жақсы ойнадыңыздар. Қазір мен отырғанда нақты актер ма, біздің оқушылар ма деп отырғаным. Бірақ ойнағаныңыздар өте жақсы болды. Және мен көрдім, сценографический жұмыс істейді ғой. Тез-тез бір акттан екінші актқа переход жасадыңыздар. Барлығыңызға рахмет. Енді қазір біз профессионалдарға сөз берейік. Соны жақында тәуелсіздіктің 25 жылдығына бір байқау болды. Содан кейін қайтадан оқып көрдім да, бір 2 жылдан кейін мүлдем көп жер ұнамады. Көп жерін қысқарттым, соңындағы көріністерді алып тастадым. Содан кейін жаңа көзбен, жаңа талғаммен сол байқауға жібергем. Жақында Роза Мұқанова апамыздың көңілінен шығыпты. Соны жүлде алдық жақында санадан. Енді біршама енді піскен шығар деп ойлаймын. Бірақ енді балаларға ешқандай сын таққым келіп отырған жоқ. Себебі бұл кісілер енді кәсіпқой актер, актриса емес, шамаларынша қойды. Бірақ бір нәрсені айтқым келеді. Бұл жерде елдің элитасы 100-ден жүйрек, 1000-нан тұлпар, нағыз жасына қарамай салмақты да ауырды да көтере алатын азаматтар мен азаматшалар. Сондықтан осы пьесаның тақырыбын сол үшін қабылдаған шығар деп ойлаймын. Алғаш Әбдікәрім айтқан кезде ауыр болар, бұл қалай болады екен деп қорықтым, шыны керек балаларға бұл тақырып қалай алып шығады деп. Ал ойнау барысында көптеген сөздер, көріністер қысқарған, көп жері өзгерген, оған ешқандай ренішім жоқ. Өзім рұқсатымды бергем. Жасай беріңіздер, ел үшін, жер үшін қызмет етіңіздер. Бір мәселе айтқым келеді, дәл қазіргі кезде қазақ тілі үшін қызмет етсеңіздер екен деп. Мен өзім қазақ тілі үшін ағаларымыз жылап жүретін. Сол кезде неге жылай береді, қазақ тілі мықты ғой деп. Қазір жұмысқа араласып, қоғаммен араласа бастағаннан кейін өзім де жылап жүрмін, шыны керек. Қазақ тілі үшін қызмет етіңіздер, қазақтың байрағын биіктерде желбірете беріңіздер. Себебі елді шетелге танысатын сіздер. Өйткені ертең бітіргеннен кейін сіздер әлемнің түкпір-түкпіріндегі мен деген үлкен оқу орындарына барасыздар. Сол кезде қазақ елі қандай деген кезде жаңағы арман сияқты мақтанышпен айтатын қазақ елі мынандай, біздерде мынадай бар деп мақтанатын үлкен азаматшалар болыңыздар. Басқа айтарым жоқ сіздерге. Көп-көп рахмет. Жасай беріңіздер. Біріншіден бәріңізге қазақша амандасқым келеді. Осы мектептің басшыларынан бастап осында отырған оқушылар. Енді бұл мектепті біз сырттай жақсы білеміз, бірақ жолысып келмеппін, бірінші рет келдім. Қуаныштымын. Енді бірінші сіздердің осы жас буынның Қазақстанның болашағындағы рөлі ішінде үлкен болады. Сондықтан оның ішінде осы сіздердің мектептеріңіз, осындай мектептер республика бойынша бар. Сондықтан осы елдің игілігі үшін осы Қазақстанның болашақта шын мәнінде үлкен елге айналып, ана әлемнің 30 озық елінің қатарына енеміз деп жатырмыз. Соның нақты жүзеге асыратын сіздер боларсыздар, сіздердің қатарластарыңыз, осы тәуелсіздікте келген жастар, осы мына Әбдікәрімдер, салтанаттар деп ойлаймыз. Енді мен бірінші осы спектакльді қойған режиссер туралы айтқым келеді. Мен Әбдікәрім деген сіздердің осы мектептің ұстазы, сіздердің мұғалімдеріңіз, қазақша айтқанда. Өзі жап-жас қарап отырсаң, соншалықты толысқан жігіт екенін айтқым келеді. Мен Әбдікәріммен сол оқып жүрген кезде салтанаттармен кездесуге шақырып, енді мен Әбдікәрім енді жас қой, соншалықты енді Әли апай осы Әуезов театрының эстетикалық дейді. Мен енді Әлия Бөпежанова деген кісімін. Қазақстан еңбек қайраткері, халықаралық алғаш сыйлық лауреаты, Қазақстан журналистика академиясының академигі, белгілі өнертанушы, сыншы. Интернеттен Google-да алып жіберсеңіздер, менің бүкіл материалдарым тұр. Енді мақтанды демеңіздер. Мен енді сол театрдың бір несі сияқты ғана болып келіп тұрған жоқпын. Біріншіден мен енді Әбдікәрім, сенің өзіңнің басыңды сыйлап, сенің талантыңды сыйлап келдім, шыны керек. Өйткені бұл жігіт өте мықты жігіт, өздеріңізді білетін шығарсыздар. Мұның жазған дүниелерін оқығанда, кәдімгі осы салихалы, осы 50-60-70 келген адамдардың ойын айтады. Асқар Сүлейменов деген қазақтың мықтысы бар, көрнекті драматург, мемлекеттік сыйлық лауреаты. Сол
Асқар Сүлейменов атындағы мектепті бітірген өзі. Сол кісі туралы жазған мұның магистрлық жұмыстары, дипломдық жұмыстарын оқығанда мен шынымды айтсам шалқамнан түстім. Қазіргі жастардың соншалықты мықты екені, соншалықты тәуелсіз ойы, өздерінің жастығына қарамастан соншалықты үлкен елдік тұрғыдан ойлайтындығына шынымды айтсам таңғалдым өзім. Содан кейін Абай кезек деген сайтқа бердім, сол туралы алдына кіріспе жаздым. Сіздер мына сайттарды қарап отыратын шығарсыздар. Сондықтан салтанатты қазақтың мықты жігіттерінің бірі, бұлар енді жастығына қарамастан осындай мәселені көтеріп тұрған тегінен емес қой деймін. Сондықтан бірінші осы сіздердің мектептеріңізде менің естуімше химиялық, биологиялық бағыттасыздар ғой деймін сіздер. Соған қарамастан мына драматургияға барғандарыңыз, мына руханиятқа, әдебиетке, өнерге жақындықтарыңыз адамның көңілін толтырады. Өйткені әрине біз басқа салаларды жоққа шығармаймыз, бірақ елдің елдігін сақтайтын оның рухы, тілі, ділі, мәдениеті, өнері, ғылымы әрине, одан кейін барып қазба байлықтары, мұнайы, анау деген сияқты. Сондықтан құттықтаймын осындай үлкен тақырыпқа барғандарыңызға, Әбдікәрім өзіңді. Содан кейін салтанатты өзіңді осындай үлкен тақырыпқа барып, біздің конкурстан өтпей қалғаныңа мойымай, қайтадан беріп жеңімпаз болғаныңа мен өте қуаныштымын. Енді бұл жерде бұл спектакль ғой, пьеса жазылады, оны сахнаға шыққаннан спектакль болады. Енді спектакльдің режиссері Әбдікәрім болып тұр. Енді сенің мынау өнерге деген театрға болып баратыныңды білем, осы театр, осы мектеп театрға барыңқырайтын білем, ол да сіздердің басшылықтың бір жақсы бағыты деп білемін. Соның несі бір ұшқыны сезіледі, былайша айтқанда сахнада сіздердің барлығыңыз шын ниеттеріңізбен ойнап тұрсыздар. Әне сіздер кәсіби актер емессіздер ғой, мектеп оқушысыздар. Соған қарамастан жаңағы бұл жерде әрине бәрі шартты, әйтпесе бәріңіз жап-жассыздар, үлкен кісілерді ойнап жатсыздар. Жаңағы мына қызым кішкене кезінен кейін қартайған кезін ойнап жатыр. Әрине мәселе онда емес, мына өнерден өте шартты. Сонда сіздің бәріңіздің осы бүгінгі дүниелеріңізді құттықтаймын. Әрине бұл енді бір кәсіби жоғары деңгейлі спектакль емес екенін өздеріңіз де көріп тұрсыздар. Бірақ шын ниеттеріңізбен өздеріңіздің жаңағы осы пьесадағы айтылған идеяға шын ниеттеріңізбен сенгендеріңізді біз сезіп отырдық. Шынайы ұнайдыңыздар. Сіздерге үлкен алдағы уақытта табыстар тілеймін. Әрине сіздер енді өнер саласына барып актер болу не болса, кім біледі, болашақта қайсыңызды қандай жол күтіп тұр. Бірақ соған қарамастан сіздер кәсіби үлкен көрермен болатындарыңызға мен сенемін. Қазақтың әрбір азаматы ол міндетті түрде өнерді, әдебиетті, тарихты бәрін жақсы білу керек. Онсыз мықты маман еш уақытта болмайды. Сонда құттықтаймын сіздерді осы еңбектеріңізбен. Оның ішіне 12-ші сынып алға жастар биыл мектеп бітіресіздер ғой деймін. Солай ғой, түсінігім солай ғой деймін. Иә, сондықтан сіздерге ақ жол, қазақша айтқанда. Бұдан кейін де осындай дүниелер ойнай беріңіздер, жақсы дүниелер сахнаға шығара беріңіздер. Енді былай қарағанда салтанаттың пьесасының тұсауы кесіліп тұр Назарбаев мектебінде. Сонымен салтанат құттықтаймын өзіңді. Алдағы уақытта үлкен пьесалар, кәдімгі үлкен идеялар бар. Идеялары болашақта шеберлігің артқаннан кейін осыншалықты ашық айтпай, жасырып айтатын кездерің болатын шығар. Сондықтан бұл жерде бәрі түсінікті ғой. Мектепті басшылығын құттықтаймын, бәріңізді құттықтаймын. Енді бұл спектакльді өздеріңізге қойып, мүмкін басқа мектептерге қойып болып, ол жағын өздеріңіз білесіздер. Болашақта да үлкен табыстарға жете беріңіздер. Әбдікәрім, сені құттықтаймын. Сен болашаққа режиссерлыққа кетесің бе? Қайтадан біліп үлкен табыстар тілеймін. Енді менің ойымша әрине Назарбаев мектебінде оңай ұстаздар жұмыс істемейді. Сіздердегі әрбір жас болса, Әбдікәрімдей болса, мұндағы оқушылар бақытты деп есептеймін. Өйткені осынша, енді көзіңе мақтағым айып бе, сырттайлық айтып жүріп, бүкіл бәріне бір айтып жүреміз, жазғандарын оқысаңыздар енді. Соншалықты керемет, мына еліміздің, ұлттың мақсатын айқындаған жігіттер бұлар. Ұлттың мақсатын, ұлт үшін, бұл жерде бір ұлтшылдық деген тұрғыдан емес. Қазір мына әлемде біз немен қаламыз, тек қана өзіміздің даралығымызбен ғана қаламыз. Біз енді қаншалықты жаңағы ана жақтағы үлкен компанияларда жұмыс істейік, осы жерде үлкен компанияларда жұмыс істейік, бірақ оның бәрі жақсы. Бірақ біз өзіміз біртіндеп
25 жылдықты тойладық, Құдайға шүкір. 25 жылдың ішінде үлкен ғасырға белгісіз өзгерістерді бастан кештік. Мысалы, біздер сол кеңес кезін көрдік. Қазір сіздер өте бақыттысыздар. Менің марқұм әкем үлкен белгілі кісі, сол кісі айтатын еді. Ол кісілер қуғынды көрген, Ұлы Отан соғысын көрген, сонда айтатын, сіздер бақыттысыздар деп айтатын. Сіздерде бар мүмкіндік бізде болған жоқ деп айтатын да. Бірақ енді әрбір ұрпақ сол айтатын болады. Сіздер бақыттысыздар, өйткені сіздерде бүкіл мүмкіндік тұр. Бүкіл мүмкіндік тұр. Тек қана соны дұрыс пайдаланып, ата-аналарыңыздың игілігіне, еліміздің игілігіне, әлемнің игілігіне асыра беріңіздер. Сіздерді қатты құттықтаймын. Театр осы мектептің басшылығына мен енді нақты қазір танысатын шығармыз деп ойлаймын. Алдағы уақытта осындай шығармашылық байланыстарымыз нығая берсін, осындай жақсы өнеріңіз көп бола берсін. Сіздерге үлкен табыс тілеймін. Рахмет. Рахмет. Көрермен болып уақыттарыңызды бөліп келгендеріңізге сау, саламат болыңыздар.